қолындағы шүберек қайтқан адам мәйітін жуындырған қолғабы шүберегі. Бұны істейміз. Бұны сиырдың желі ісініп кеткен үшін емдік мақсатында сүртеміз. Енді бұл ақылға сыйымды ма? Бұл адам баласы қайтыс болған кезде клеткасынан 3 түрлі у бөлінеді. Қандай? Путрицин, кадаверин, аммиак деген. Адам клеткасының астыңғы 3-ші қабатынан сасыған қышқылды иіс шығады. Бұл у. Енді ғұламалар зерттеп кеткен ғой. Бұл иіс 2 сағатта шығып үлгереді екен. Тіпті 160 квадратқа дейін иісі тарай алады. Енді қара. Біздің баяғы ата-бабаларымыз қазақтар мал ағып кеткен. Яде. Енді әрбір қазақ мәйітті жуындырған осындай шүберекті үйін алып қоятын болған. Неге? Өйткенде тек қана мал емес, тіпті әйелдің емшегі ісініп кететін болса, соны сүртетін болған емдік мақсатында. Енді бұған қандай қатысы бар? Біздің қазақта мақал бар. Уды у қайтарады дейді. Ал бұны ғылыми тілмен антидот дейді. Ал керек болса. Антидот деген не? Антидот деген міне, мысалы, емшегі ісініп кетті, иә? Емшегіне өздерінен бөлінетін у болады. Бұл уды сырттан күші мықты умен сүрту арқылы ісігін тоқтатамыз. Сол моментті пайдаланып біз емдік шаралар жасаймыз. Мысалы, маститфарт деген дәрі береміз, уақытылы сауамыз және дұрыстап одан тыс массаж жасау керек. Массаж жасаған кезде малда окситоцин деген гормон бөлінеді. Мейірім гормоны, махаббат гормоны. Сол кезде малдың жазылып кету ықтималы жоғары болады. Ал, бисмилля. Айтамда, қазақтың емдеу тәсілі ғылыммен ұштасқан. Бұндай тәсіл сіздерге таныс па? Бисмилля.